Ұлыбритания астанасының 19 көрікті жеріне саяхат жасады. Бұл оның екінші аптада жасаған саяхатына қарағанда 2 есе кем. Мұрат 2 аптада қанша көрікті жерге саяхат жасады? Есепті шығарудың жоспарын құр. Алдымен Мұрат 2 аптада қанша көрікті жерге саяхат жасағанын анықтау қажет. Есепте бұл деген ұғым берілгендіктен жанама есеп болады. Мұраттың 2 аптада қанша көрікті жерге саяхат жасағанын табу үшін келесі амалды орындау керек. 19 көбейту 3 тең 38. Келесі Мұраттың осы 2 аптада қанша көрікті жерді аралағанын табуын керек. Ол үшін 38 және 19 сандарын қосу керек. 19 қосу 38 тең 57 көрікті орын. Демек, Мұрат 2 аптада 57 көрікті жерге саяхат жасады. Жауабын жазасың. Жауабы 57 көрікті жер. Мұрат Ресейдегі ең танымал 3 қаланы аралап шықты. Ол әр қаланы аралап жүріп, маркалар сатып алды. Мәскеу қаласынан 18 марка, ал Санкт-Петербург қаласынан 27 марка сатып алды. Екатеринбургке, Мәскеу мен Санкт-Петербургте сатып алған маркалардан 3 есе кем марка сатып алды. Мұрат барлығы қанша марка сатып алды? Бірінші есеп 2 амалмен шығарылса, ал екінші есеп 3 амалмен шығарылады. Есептің сызбасын жаса. Қысқаша жазбаны құрастыруға болады. Есепті шығарудың жоспарын құр. Алдымен Мұрат Мәскеу мен Санкт-Петербург қаласынан қанша марка сатып алғанын анықтайсың. Ол үшін 18 және 27 сандарын қосу керек. 45 марка болады. Содан кейін Екатеринбургте алынған марканың санын табу керек. Ол үшін Мәскеу мен Петербургте алынған марканың санын 3-ке бөлесің. 45 бөлу 3 тең 15 марка. Әрі қарай Мұраттың 3 қалада барлығы неше марка сатып алғанын анықтайсың. Ол үшін 45 және 15 сандарын қосасың. 45 қосу 15 тең 60 марка. Демек, Мұрат 3 қаладан 60 марка сатып алды. Жауабын жазасың. Жауабы 60 марка.